Баршаңызға қайырлы күн, достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге асқабақтың пайдасы туралы айтатын боламын. Қазіргі кезде, яғни күз айында асқабақтың нағыз пісіп жатқан уақытысы. Осы кезде асқабақты пайдаланып қалыңыздар. Асқабақ мың бір түрлі ауруға, дертіңізге шипа болатын көкөністің бір түрі. Сіз жүкті болсаңыз, сізге жақсы көмегін тигізеді. Жүрегіңіз қатты айни беретін болсаңыз, асқабақтың шырынын алып ішіп пайдаланып көрсеңіз, жүрек айнуын тез арада басады. Егер асқазаныңыз ауыратын болса, асқабақтың езіп пюресін дайындап жесеңіз, сізге жақсы көмегін тигізеді. Егер бүйрегіңіз ауырса, тәулігіне жарты сағат немесе шырынын пайдаланып ішіп пайдалансаңыз да болады. Нағыз дертіңізге шипа болады. Егер денеңіз күйік шалған жағдайда немесе қышыма ауруымен, тері ауруымен ауыратын болсаңыз, асқабақтың дәнінен езіп пайдаланып көрсеңіз де болады. Сары маегінен компресс жасап пайдаланып көрсеңіздер, дертіңізге шипа болады. Асқабақтың нағыз отаны оңтүстік және солтүстік Америка. Біздің заманымыздан бұрынғы 30 жыл алдын асқабақты егіп бастап көрген. Асқабақты балмен араластырып жесеңіз, денедегі ішектегі құрттарды түсіруге көмегін жақсы тигізеді. Асқабақ ауа райын және күтімді қатты талап етпейтін өсімдіктердің бірі. Яғни құрамында ешқандай химикат зат қосылмайды. Мыңда бір ауруға дауа болатын асқабақтың пайдасын айтып тауысу мүмкін емес. Асқабақ көз ауруына, қан аздыққа, бүйрек ауру, ішіңіз қатып қалған жағдайда да сізге көмегін жақсы тигізеді. Әлем диетологтары семіздікке азу мақсатында осы асқабақты жеуге кеңес етеді. Яғни асқабақ сіздің организміңізге майда арылуына жақсы көмегін тигізеді. Егер қаныңыз аз болса, дәрігерлер асқабақтың шырынын ішуге кеңес етеді. Себебі асқабақтың шырынының ішінде темірдің мөлшері өте көп. Асқабақ ұлпасында кальций мен калий дәрумені өте көп. Көзіңіз нашар көретін болса да, осы асқабақтың шырынын ішуге дәрігерлер кеңес етеді. Ішіңіз өтіп ауырған жағдайда да осы асқабақтың шырынын ішуге болады. Ішіңіздің ауырғанын, ішіңіз өтіп тоқтамай жатса, іштің басылуына да көмегін жақсы тигізеді. Асқабақ шырыны сәбіз шырынымен немесе алма шырынымен алмастырып ішсеңіз керемет үйлеседі. Балғын асқабақтан дайындалған ботқа тері ауруларына жақсы көмегін тигізеді. Егер денеңізде аллергия болса, немесе қышыма ауруымен ауыратын болсаңыз, осы асқабақты пайдаланып көруге дәрігерлер көп мөлшерде кеңес айтады. Жатар кезде асқабақтың шырынына бір ас қасық бал қосып ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады және жүйке жүйеңіз тынышталады. Әсіресе асқабақ асқазаныңыз ауыратын болса, таптырмайтын дәрумендердің бірі. Міндетті түрде осы асқабақты пісіріп жесеңіз де, буға пісірсеңіз де, майға қуырып жесеңіз де өте дәмді тағамдардың бірі болып табылады. Асқабақтың дәнегінің пайдасы: жүрегіңіз ауырса, осы асқабақтың дәнегінің құрамында магнийдің пайдасы өте зор. Магний жүректің бұлшықеттерінің жақсы жұмыс жасауына көмегін жақсы тигізеді. Жалпы айтқанда, асқабақ мың бір түрлі ауруға, дертіңізге шипа болатыны сөзсіз. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз.